Қарқаралы ауданының әкімі халықаралық әйелдер күніне орай аналарды қабылдап сый-сияпат білдірді. Кездесуде нәзік жандылардың ұрпақ тәрбиесі мен қоғамдағы айрықша рөл жайлы айтылды. Әдемі арулар, сіздерді шын жүрекпен көктемнің әдемі мерекесімен құттықтаймын. Мерекелік кездесуге сан салада еңбек ететін нәзік жандылар қатысты. Аудан әкімі басқосуда аналар қауымына деген құрметін білдірді. Көп балалы ана Гүлнұр Досоваға күміс алқа, ал Жанат Жетеноваға Қарағанды облысы әкімінің алғыс хатын салтанатты түрде табысталды. Сөз алған аналар өз ойларын ортаға салып ұрпақ тәрбиесі жайында пікір алмасты. Жергілікті әнші Әлімжан Мәкенов аяулы асыл жандарға ән шырқап көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады. Сіздер қашанда өмірдің сәнімен гүлсіздер, бұл өмір сіздермен шуақты, сіздермен көрікті, ана барлық көркемдіктің үлгісі дегенде қазақтың өз даналығы бар. Сіздерге қандай мадақ сөз айтсақ та бәрі орынды деп есептеймін. Өйткені ұлттың ұлағаты да, ұрпақтың тәрбиешісі де, ерлердің сенімді тірегі де өздеріңізсіздер.